Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгін біз Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» романы туралы сөйлесеміз. Бұл кітап жай ғана естелік емес. Бұл Бауыржан атамыздың бала көзі, оның тұлға болып қалыптасуы туралы үлкен хикая. Бұл біз кітаптан көп тәрбие аламыз. Бүгінгі біздің басты тақырыбымыз кішкентай Бауыржанның өзі. Кітаптың бірінші бетінен ақ біз кішкентай Бауыржанның әлеміне кіреміз. Ол бәрін өзі баяндайды. Біз оны көзімен атасы Имашты, әкесі Мәмешті және Сары Көмпір атанған әжесі Қыстымасты танимыз. Бауыржанның мінезін түсіну үшін оның ұясын, яғни басын тану керек. Өйткені ол сол ортада өсті, сол ортаның тәрбиесін алды. Бауыржанның басты ерекшелігі оның көзінің өткірлігі. Ол бала болса да, бәрін байқап, талдап отырады. Ол жай ғана қарап тұрмайды, ол белсенді талдаушы. Мысалы, бірінші бөлімде әпкесінің ұзату тойын бақылайды. Әйелдер әпкесін құшақтап жатыр, әпкесі жылап тұр. Бірақ Бауыржан ол неге жылады деп ойланады. Ол жай ғана жылады демейді. Ол сөз жастың себебін іздейді. Шын қайғы ма, әлде дәстүр ме? Ол әйелдер арасындағы қарым-қатынасты, дәстүрде оның ішіндегі адамның жан дүниесін көруге тырысады. Бауыржанның мінезі екі адамның тәрбиесінен құралған. Бірінші әкесі Мамыш. Ол кісі зергер. Зергерлік ұқыптылықты, шыдамдылықты қажет етеді. Бауыржан әкесінен осы сабырлы мығымдықты және іске деген жауапкершілікті үйренеді. Келесі әжесі Қыстымас. Ол кісі Сары Көмпір. Тілі өткір, бірақ сөзі әділ. Әжесі оны жұмсақ болуға емес, шындықты айтуға, тура би болуға баулиды. Бауыржанның кесақтыққа, әділетсіздікке түзбейтін мінезі сол әжесінің тәрбиесі. Осы тәрбиеден Бауыржан әділдікке құштар боп өседі. Ол үнемі неге деп сұрайды. Әлсізді қорғауға дайын тұрады. Ол жай ғана ерке бала емес, өз дегеніне жететін қайсар бала. Ол Момыштың ұлы деген атқа лайық болуға тырысады. Сонымен кішкентай Бауыржан қандай бала? Ол көреген зерек, айналасын жай ғана бақыламай, оған терең талдау жасайтын бала. Әкесінен сабырды, әжесінен әділдікті үйренген. Осы жерде халқымыздың керемет бір дана сөзі бар. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны үйлерсің. Дәл сол сияқты. Бауыржан Момышұлы өзінің ұясында көрген әділдікті, қайсарлықты, еңбекқорлықты өмірлік қазығы етіп алды. Сондықтан бұл кітап жай ғана естелік емес. Бұл нағыз ұлттық мінездің мектебі. Назарларыңызға рахмет.